Әбіш Кекілбайұлы үркер романынан үзінді. Әрине, малдың басы да, жанның басы да тек уыздай ұйыған татулық бар жерде ғана қаулап өспекші. Ал ондай татулық, ондай бірлік тек темірдей тәртіп бар жерде ғана жүзеге аспақшы. Азды құртудың жолы кеңдік. Мол дастарханға шаша салған болымсыз дәм кімді тойындырып қарқ қылады? Көпті құртудың жолы тарлық. Тарастаудың басында қаны кеуіп қаталаған төрт аяқтылар бірін-бірі тапап өлтірмей ме? Аз жетіліп, қатарға қосылсын десең, ұзын арқау, кең тұсау тіршілікке жібермей, белін бекем буындырып, сара жолға сал. Көп көбейіп, дені жайылсын десең, тар қамашауға тығып тымшалай бермей, кеңге шығар. Біздің қазақ осыны білмейді. Аяғын көрпесіне қарап көсілмейді. Даласының кеңдігі малының бағыда өзінің соры болуға айналды. Жан басына бір жал жетеді. Жал басына бір ақ үйді тікте, қыраңына қойыңды, құрағына жылқыңды өргізде, шалқаңнан түсіп, шаңыраққа қарап түкіріп жата бер. Жер өзіңдікі, мал өзіңдікі, су өзіңдікі, үй өзіңдікі. Сенде кімнің шаруасы бар? Бір өзі, бір өңірдің иесі болса, қазақтың жалба тымағы шалқақтамағанда кім шалқақтайды? Қазақтың ақсағы да, тоқсағы да, шартығы да шалқақтайды. Тіпті таз екеш тазыңа дейін шалқақтайды. Бөркім түсіп кетіп, басымның жарасын көрсетіп алармын-ау деп қорықпайды. Айдалада оны көрем дегенде кім көреді? Бір қырдың басында бір өзі ысқырынып отырған қаптаған жер тәңірді кім көндіре алады? Кім еліктіре алады? Қара аңсап, айдалада кетіп бара жатқан бесаубат жолаушыны соңынан қуып барып, аты жөнін, ата-бабасын сұраса келе қарын бөле шығып, үйіне шақырып әкеп, бағылан сойып, насыбай атысып, ертеңіне түс түйістіріп жылап айырылысатын бауырмал қазақтардың басын бір алқа қотанға қосса, әрқайсысы әр жерден шіреніп, әр жаққа шалқаяды. Ортақ өгізден оңаша бұзау деп тергейді. 10 қазақты бір дастарханға жинасаң, бәрі бір-бір бас, бір-бір жамбас ұстайтындай, 10 басты, 10 жамбасты, 40 аяқты, 20 көз, 20 құлақты қой тауып союың керек. Ондай қой қандай таптырмайтын болса, қазақтың бабы да сондай таптырмайды. Бас-басына шалқаюды бостандық, бет-бетіне шіренуді еркіндік көреді. Олар еркін жүріп, еркін тұру деп осылай тоз-тоз шашырап жүргенді ұғады.